Сәлеметсіздер ме, екінші сынып оқушылары? Біз бүгінгі сабақта жаңа тақырып бойынша сұрақ құрастырамыз және жауап береміз. Жаңа сөздер мен сөз тіркестерін дұрыс қолданамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы суда жүзіп үйренемін. Балалар, дәптерге күннің жады мен жаңа тақырыпты жазып аламыз. Жаңа сөздермен танысайық. Менімен бірге қайтала. Жүзу, үйрену, мен жүзіп үйренемін. Тыңда және қайтала. Мен суда жүземін. Сен суда жүзесің. Ол суда жүзеді. Мен суда жүзіп үйренемін. Балалар, мәтінді менімен бірге оқы. Мен бассейнге барамын. Бассейннің суы жылы, таза. Балалар суда жақсы жүзеді. Мен жүзіп үйренемін. Апай маған суда жүзуді үйретеді. Келесі диалогты бірге оқиық. Сәлем Әлібек. Сәлем Әнел. Мен жүзіп үйренемін. Мен де үйренемін. Ал сен жүзіп білесің бе? Келесі тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма. Суреттің орнына қажетті сөзді қойып айтамыз. Мысалы, мен бассейнге барамын. Бассейннің суы таза. Екінші тапсырма. Берілген сұрақтарды оқып, иә немесе жоқ деп жауап береміз. Сен бассейнге барасың ба? Иә, мен бассейнге барамын. Сен суда жүзесің бе? Иә, мен суда жүземін. Бассейннің суы жылы ма? Жоқ, бассейннің суы суық. Бассейннің суы таза ма? Иә, таза. Балалар, жаңа сөздерді дұрыс айтып үйренеміз. Жүземін, жүзем. Жүзіп үйренемін, жүзіп үйренем. Келесі үй тапсырмасы. Балалар, шумақты оқып, жаттап аламыз. Ауламызда бала көп, демалуға шама жоқ. Терлеп тепшіп сүрініп, қуалаймыз аладоп. Балалар, біз бүгінгі сабақта не істедік? Жаңа сөздерді үйрендік. Басқа не істедік? Суда жүзу әрекетіне байланысты сөздерді орынды қолдандық. Жарайсыңдар. Сау болыңыздар балалар.